Здравствуйте всем! Бүгін біздер предложный падеждің ең ақырғы темасын өтеміз. Әмесін бірден өтмейміз, бөліп өтеміз, сіздерге жақсы түсінікті болу үшін. Предложный падежде біздер осы күнге шекем атлықлардың, келбетліклердің, һәм алмасықлардың өзгеруін өттік. Қай жерде деген сұрауға жауап бергенде қандай өзгереді, һәм кім хақында, не хақында деген сұрауға жауап бергенде қандай болып өзгеретінін өттік. Ендігі нәубет солардың көплік санда қандай болып өзгеруін өтеміз. Осы күнге шейін өткенлеріміздің әммесі бірлік сандағы сөздердің өзгеруі еді. Енді бүгін атлықлардың көплік санда предложный падежде қандай өзгеретінін өтеміз. Яғни, кім хақында емес, енді кімлер хақында, ямаса қай жерде емес, қай жерлерде деген сұрауға жауап бергенде қандай өзгеретінін өтеміз. Так, мужской родтағы атлықлар қандай болып өзгереді? Сіздерге қолайлы болу үшін, түсінікті болу үшін осындай қылып жаздым. Стол, бір стол, столлар, столы. Енді столларда дей жақпыз. На столах. Бірлік санда бір столда болса қайтып айтатын едік? На столе. Көплік санда болса на столах. Енді мен мына жерде на столах жаздым, һәм қалесеңіз гәпте қайсы жағдайда сете жақсыз сіздер столлар хақында дей жақ болсаңыз, міне предлогын қоясыздар, бірақ атлық тап сондай болып өзгере береді. Себебі екі жағдайда да бір септілікте тұрыпты атлық. Так, лицей, лицейлер, лицейлерде. Мына жерде мен тек бір в лицеях дедім, орын мәніде. Қалесеңіз беймәлел. О лицеях. Атлықтың қосымтасы өзгермейді. Және бір мәрте қайталаймын, сіздер қайсы мәніде сете жақ болсаңыз, соған қарап предлогларын қойып істете бересіз. Так, мягкий знакқа біткен атлық. Медведь, аю, аюлар, аюлардың үстінде. Қалесеңіз, о медведях, аюлар хақында. Міне мынандай қосымталарын жазып кеттім. Сіздер осы қағидаға мужской родтағы қалеген атлығыңызды бойсындырып өзгерте аласыз. Мысал, на столе есть хлеб, фрукты. Столда бар, біздер енді қаралпақшаға переводласақ бар демес, тұрыпты деп айтсақ та болады, нан, мейвелер. Енді бір столда емес, мәселен ресторанда ма, кафеде ма, ямаса үйдегі бір-екі ханада тұрған болса столларда бар, нан, фрукты, мейвелер. Так, қараң, міне, мына жерде бірлік санда столда, мына жерде болса столларда. Енді женский родтағы атлықлардың өзгеруін көріп шығамыз. Книга, кітап, бұл бір кітап. Книги, кітаплар, кітапларда, в книгах. Кітаплардың ішінде жазылған мағлұматлары хақында айтқан болсаңыз болады, сөйтіп айтуға. Ямаса кітаплар хақында, о книгах. Земля, жер, земли, жерлер, жерлер хақында. Бұл жерде хақында дедім. Егерде жерлерде дей жақ болсаңыз, қандай болады? На землях. Станция, станции, на станциях. Кровать, кровати, на кроватях. Барлығы құры сөз болып қала бермеуіз үшін мен сіздерге гәп келтірдім, яғни мысал. Вчера я читала пост о книгах. Кеше мен кітаплар хақында пост оқыдым. Бұл жерде о книгах, яғни көплік санда тұрыпты. Енді вчера я читала пост о книге. Кеше мен бір кітап хақында пост оқыдым. Бұл жерде книга бірлік санда тұрыпты. Так, енді средний родтағы атлықтарды көріп шығамыз. Средний родта. Окно, бір айна, окна, айналар, на окнах. Айналарда, яғни айналардың үстінде болуы мүмкін. Так, емен бітетін атлықтарды көрсеттім. Емен бітетін атлықтар, олар қандай қосымта алатығының. Бұл жерде, және бір мәрте қайталайман, сіздер средний родтағы қалеген атлығыңызды осы қағидаларға бойсындырып өзгерте аласыз. Бұл жерде де мысал келтірдім, бірлік санда, һәм көплік санда. В здании есть лифт. Имаратта лифт бар.
зданиях есть лифт. Имаратларда лифт бар. Қараң, есть лифт деген тұра береді. Тек сіздер нені өзгерттіңіз? Предлоглар да қалды. Тек атылықтарды өзгертесіз. Так, менімше бұл тема қиын емес. Және бір ытыбарыңызды қарататығын жерім, ытыбар берген болсаңыз, мужской родтағы атылықтарда, женский родтағы атылықтарда, средний родтағы атылықтарда көплік санда бірдей қосымталар алып тұрыпты. Менімше темамыз сіздерге түсініклі, хамме атылықтарды қоя аласыз, һәм тезірек үйрену үшін гаттың ішінде өздеріңіз өзгертсеңіз, жақсы эффект болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз тамам. До свидания.